Сәлеметсіздер ме тыңдаушылар? Бүгін біз 11 сыныптың ел тану бөлімі бойынша ғарыштық түсірілімнен Қазақстанның жер серігінен түсірген картасына дейінгі тақырыпты алып отырмын. Себебі бұл сұрақ тестта көп келеді. Мектеп оқушысына да және ұстаздарға да арналған тесттарда осыған байланысты сұрақтар жиі кездеседі. Ғарыштан түсірілген суреттер. Бүгінгі күні жер серіктік түсірілім технологиялары дамығандығы сондай, түсірілімдердің көмегімен ғаламшардың кез келген бұрышын көруге, зерттеуге мүмкіндігіміз бар. Ғаламшарымыздың қандай ғажайып көркем екендігін, ғаламшардың барлық бейнесін халықаралық ғарыш станциясынан онлайн көруге болады. Жер бетін толығымен түсірген ең алғашқы ғаламшарлық станция ол Voyager 1 деп аталады. Ол жерді 6 миллиард километрден түсірген. Бұл станция күн жүйесінің портреттері сериясында жер бетін және Қазақстан аумағын жақындата отырып тамаша түсірген. Voyager 1 1990 жылы 14 ақпанда түсірген екен. Voyager 1 түсірген жер суретін Карл Саганның ұсынысы бойынша түсірген. Бұл сурет бозарған көгілдір нүкте деген атауға ие болды. Карл Эдвард Саган американдық астроном, астрофизик, ғалым. Карл Саган мынадай сөзі бар: бұл нүктеге тағы да бір рет қараңызшы деді. Бұл ғаламшар жер, ол біздің ортақ үйіміз. Сен бір кездері естіген, білетін, көрген адамдар осы нүктенің ішінде тіршілік етеді. Біздің ғаламшарымыз айналасын ғарыштық қараңғылық тұмшалаған жалғыз жүрген шаңның түйіршігі деген сөзі бар. Марстан қарағанда жер түнгі аспандағы кезекті жұлдыз сияқты көрінеді. Марсқа қонғаннан кейін шамамен 2 ай өткен соң марсоход Спирит кішкентай нүкте сияқты көрінетін жердің суретін түсірген. НАСА мәліметтері бойынша бұл айдың шегінен тыс басқа ғаламшардың бетінен жасалған жердің алғашқы суреті. 2004 жылы 9 наурыз күні марсоходтың Spirit Mars Exploration ровер бағдарламасы арқылы Марстан түсірген. Ал бұл Lunar Reconnaissance Orbiter, яғни ай орбиталды зонасынан 2015 жылы 12 қазанда Аполлон 8 ғарыш кемесімен жердің шығуы атты суретке түсірді. Годдард ғарыштық ұшулар орталығы бүгінгі таңдағы жердің ең үздік жоғары сапалы суретін түсірген. Міне қарап отырсаңыздар, жердің толық бейнесі түсірілген мына суретте. Канопус В ғарыш кемесі Еуразияның әдемі суретін түсірген. НАСАның аэроғарыш және ғарыш кеңістігін зерттеу жөніндегі ұлттық басқармасы Қазақстанға орталық Азия мен Қазақстанның ғарыштан түсірген бір қатар суреттерін сыйға тартқан. Бұл суретте Қазақстан көлдерінің бейнесі мен аумақтық жер бедерінің ерекшеліктері айқын көрінеді. Сонымен жерді ғарыштан түсірген ғарыш станциялары. Voyager 1 күн жүйесінің портреттері сериясында жерді толығымен суретке түсірген. Одан кейін Марстан Spirit Mars атты ғарыш кемесімен түсірген. Одан кейін Аполлон 8 жердің шығуы атты суретін түсірген. Келесі Канопус В ғарыш станциясы Еуразияны өте жақсы түсірген. Оның ішінде Қазақстан, орталық Азия аймақтарын анық түсірген. Келесі Годдард ғарыш станциясы жердің ең жоғары сапалы суреттерін түсіріп берген екен. Енді ғарыштық түсірілімдердің мүмкіндіктері қандай? Осыған тоқталайық. Ең жоғары сапамен жердің онлайн картасы жасалған екен осы көрсеткіштермен. Келесі картаның көмегімен ғаламшардың кез келген нүктесін табуға мүмкіндік болады. Келесі Қазақстан аумағы бойынша өз үйіңді, көшеңді табуға болады. Келесі таңдаған аумақтың ауданын өлшеуге, екі нүкте арасында маршрутты өлшеуге, сызуға мүмкіндік береді. Жалпы қазіргі уақытта Google жер атты платформа бар. Осы платформаны сабақта қолдансаңыздар болады. Одан жердің кез келген нүктесін, барлық тақырыптағы ақпараттарды ала аласыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп өтіңіздер. Рахмет.